Қыздар, сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пеште піскен пирожкилер дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен нан ашыту үшін аппарат дайындап аламыз. Бұл бізге дрожжымыздың сапасы жақсы немесе нашар екенін біліп алу үшін керек. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды, дрожжымызды салып, араластырып, бетін жауып 5-10 минут уақытқа қалдырамыз. Минуттан кейін қарағанда біздің дрожжымыз осылай көпіршіп реакцияға түсуі керек. Егер осылай көпіршісе, онда жақсы деген сөз. Ары қарай осы массаға тұзымызды, сұйық майымызды салып бір араластырып аламыз. Және одан соң барып ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызға қарай бізде 5-10 граммдай разница ойнауы мүмкін. Егер қатты сұйықтау болып қамыр жабысып тұрса, сәл ұн қосып жіберсеңіздер болады. Осылай жақсылап қамыр елеп алып, бетін жауып 1-1,5 сағаттай уақытқа қалдырамыз. Жылы жерге қойыңыздар қамырларыңызды. Мен духовканың жылысына салып, осылай көтеріп алдым. Енді осы қамырымызды менде 10 бөлікке бөліп шықтым. Өзіңіздің пирожкиніздің көлеміне қарай үлкен немесе кішіректеу қылдырып жасасаңыздар болады. Осылай күлшелеп шығамыз барлығын. Салмасын барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Картопты қайнатып, пиязымызды қуырып, тұз бұрышын қосып осылай дайындап алдым. Жаңағы күлшелеген қамырларымызды қолдың көмегімен дөңгелетіп, егер қатты жабысып жатса, сәл ұн қосып жіберсеңіздер болады. Осы қамырмен майда қуырсаңыздар да өте жақсы шығады. Тек орташа отта қуырыңыздар. Жаңағы дайындап қойған салмамызды салып, жақсылап бір-біріне жабыстырамыз. Қаттырақ қысыңыздар, себебі көтерілген кезде қамырларыңыз ашылып кетпесін. Міне осылай дайындап аламыз барлығын. Бетіне жұмыртқаның сарысын және кішкене сүт қосып жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Осындай жұмсақ болып үстінің бәрі пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.